Сәлеметсіздер ме оқушылар? Видеоға лайк басып, коммент жазып, каналға тіркеліп кеттіңіздер. Видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Достарыңыз да өздеріңіз де осы тақырыпты түсініп алуға тырысыңыздар. 8 сынып физика Закирова кітабынан 78-79 беттегі 9 жаттығудың сынып тапсырмасы және үй тапсырмасы есептерін шығаратын боламыз. Кеттік. Бірінші есеп бізде: егер ғарышкер ғарыш кемесінен ашық ғарышқа шығып, су бар ыдысты ашып жіберсе не болады? Су буланып, мұз кристалдарына айналатын болады. Кеттік. Келесі бізде: температурасы 57 градус Цельсий, массасы 200 грамм сынапты буға айналдыру үшін қанша жылу мөлшері қажет? Жалпы бізде Q жылу мөлшерін есептейтін болсақ, ол Q1 мен Q2-нің қосындысына тең болады. Жалпы Q1 деп отқанымыз не? Ең бірінші сынапты біз қайнау температурасына дейін қыздырамыз. Ол бізде SM Т қайнау минус Т1 болады. Оған қосамын. Біздегі Q2 деп отқаным қайнау температурасына жеткен сынап буланады. Значит, о жерге мен булану жылуын жазам. Болды, осы формулаға саламыз. S деп отқандарың 130, біздегі масса 0,2, Т қайнау температурасы 357, Т1 бастапқысы ол 57, қосамын. R деп отқандарың 0,3 дәрежесі, біздегі массамыз ол болады 0,2. Енді есептейміз. 357-тен 57 азайтатын болсаңдар 300 болады ғой. 300-ді 130-ға көбейтем, оны 0,2-ге көбейтемін. 7800 болады. Оған қосам. 0,3-ті 0,2-ге көбейтсеңдер 0,6, 0,6-ны 10-ның 6 дәрежесіне көбейтсеңдер, былай айтқанда 1 миллионға, ол сендерде 60.000 болады. 60.000-ды 7800-ге қосыңдар, 67.800 джоуль болады. Немесе 67,8 килоджоуль болады. Келесі: қайнау температурасында тұрған спиртті буға айналдыру үшін 360 килоджоуль энергия жұмсалды. Буланған спирттің массасын анықтаңдар дейді. Жалпы бізде Q тең булану жылуы RM. Осы жерде массаны табатын болсаңдар, ол Q бөлінген R болады. Біздегі 360 10-ның 3 дәрежесі, ал R деп отқандарың 0,9 10-ның 6 дәрежесі болады. Енді осын есептейміз. 360-ты 0,9-ға бөлем. 400 көбейтілген. Енді 10-ның 3 дәрежесін 10-ның 6 дәрежесінде бөлсеңдер, мына дәрежелері азайтылады. Сонда 3-тен азайтасыңдар 6-ны, 10-ның минус 3 дәрежесі болады. Немесе мен бұны 0,4 килограмм деп жазып қойма болады. Кеттік. Келесі есеп: 100 градус температурадағы 1 килограмм су буы конденсацияланғанда бөлінген энергияны бере отырып, қандай мөлшердегі суды 0 градус Цельсийдан 60 градус Цельсийға дейін қыздыруға болады дейді. Ең бірінші біз Q тең RM арқылы жылу мөлшерін табамыз. Біздегі R деп отқандардың 2,3 10-ның 6 дәрежесі, массасы 1-ге тең болады ғой. Сонда 2,3 10-ның 6 дәрежесі джоуль жылу мөлшері шығады. Енді мен Q-ды пайдаланамда SM дельта Т формуласы арқылы маған массаны табу керек. Масса сонда Q S дельта Т болады. Енді қараңыздар. Q S дельта Т дегенді мен С2 азайтылған Т1 деп жазуыма болады. Енді орындарына қойсақ болады. Мына Q-ға 2,3 10-ның 6-ны қоям. S деп отқандарым ол сендерде су, ол бізде 4200, оны көбейтеміз. Т2 азайтылған Т1, 60-тан 0-ді азайтатын болсаңдар 60 болады. Енді осыны есептейміз. 9,1 килограмм болады. Келесі бізде 5-ші тапсырма: графиктің әр бөлігінде затпен жүріп жатқан процестерді атаңдар дейді. Жалпы бізде қараңыздар, бұл қандай зат екенін анықтап алайық бірінші. Мына 100 градусқа қарасаңыздар, Т2 аралығы, бізде судың қайнау температурасы 100 градус Цельсий ғой. Значит, мына затымыз бізде су болады. Енді біз анықтайық. Бізде қараңыздар, су 0 градуста уже қатады, мұзға айналады. Одан төменгі градустарда уже былай айтқанда мұз. Енді минус 40 градус кезде бізде ол мұз ғой. Енді қараңыздар, авы аралық, значит, мұздың қызуы, мұзды қыздыру. Не себепті? Себебі мұздың температурасы көтеріліп жатыр. Значит, авы мұздың қыздыруы болады. Ал енді ВЦ аралық, мұз 0 градуста ериді. ВЦ аралық бізде мұздың еруі болады. Енді қараңыздар, ВЦ аралықта мұз ериді да суға айналады. Ал енді СД аралық, значит, суды қыздыру болады бізде. Суды қыздыру. Ал енді 100 градус Цельсийға жетті ғой су. Су 100 градус Цельсийға жетсе қайнайды. Значит,
Де аралық судың бізде булануы болады. Қайнау температурасына жетсе су уж буланады. Ал енді ЕФ аралығы бізде су буының қызуы болады. Температурасы 300 градус Цельсийге дейін қыздырылған глицериннің салқындау графигін салыңдар. Қоршаған ортаның температурасы 15 градус Цельсий. Графиктегі барлық бөлікті әріптермен белгілеңдер. Әр бөліктегі молекуланың өзара әрекетін және қозғалысын МКТ негізінде сипаттаңдар. Әр бөлікте 1 кг глицерин үшін бөлінген жылу мөлшерін салыстырыңдар дейді. Енді қараңыздар, бізде бастапқыда глицерин 300 кельвин температурада тұр, ол кейін 290-ға барады, одан кейін мынау ВЦ аралығын өтеді, кейін СД-ға барады. Енді қараңыздар, бұл жерде АВ аралығында глицерин буының салқындау себебі төмен түсіп жатыр. Енді бұл жерде не есептейміз? Бізде Q тең болады SM Т2 азайтылған Т1 болады. Біздегі S 2430, массасы 1-ге тең, Т2 азайтылған Т1 деп отқандарың, ол сендерде 290 азайтылған 310 болады. Енді бізде негізі минус 10 болады, бірақ минусын алмай қоясыңдар. Ол бізде 24300 джоуль болады. Сонда АВ аралығында өзінен 24300 джоуль энергия бөліп шығарған. Ал енді ВЦ аралығы бізде ол Q2, ол бізде RM. Енді қараңыздар, R деп отқандарыңыз 825 көбейтілген 10-3, осыны 1-ге көбейтетін болсаңдар 825 мың джоуль болады. Ал енді бізде СД аралығында ол Q3 тең болады SM Т3 азайтылған Т2 болады. S деп отқандарың 2430, массасы 1-ге тең, Т3 деп отқандарың 15-тен 290-ды азайтатын болсаңдар, ол сендерде 275 болады. Енді осыны есептейсіңдер. Ол сендерде 668250 джоуль болады екен. Қарап отырсаңыздар, біз минусын ескермедік. Негізі минуспен шығады мынаның барлығы, себебі өздерінен жылу мөлшерін бөліп шығарып жатыр. Яғни минус деген расход қой, өздерінен жылу мөлшерін бөліп шығарды. Енді жалпы салыстырамыз. Бізде ең үлкен көріп тұрсыздар Q2. Q2 үлкен болады, Q3-тен Q3 үлкен болады, Q1-ден. Не салыстырдық, графигін салдық. Келесі, қайнау температурасындағы 300 грамм эфир булануы үшін 0,2 мегаджоуль энергия жұмсалды. Осы жағдайдағы меншікті булану жылуын табыңдар. Нәтижесін кестедегі мәнмен салыстырыңдар дейді. Енді қараңыздар, бізде Q тең RM болады. Осы жерден бізге тап дейді R. Ол Q-дің массаға қатынасы. Q бізде 0,12 дәрежесі, массамыз 0,3. Есептейміз. 0,12-ні 0,3-ке бөлем. 0,4 болады. И көбейтем 6 дәрежесі. Өлшем бірлігі джоуль бөлінген килограмм. Ал енді бізде кестедегі өлшем бірлігі R эфирдікі 0,4 дәрежесі джоуль бөлінген килограмм. Енді мынау кестедегі біздің есептеп шығарғанымызда тура осыған сәйкес келіп тұр. Значит, екеуі бір-біріне тең деген сөз. Келесі, минус 25 градус Цельсий температурадағы 2 килограмм мұз суға, ал су толығымен буға айналу үшін қанша жылу мөлшері жұмсалады дейді. Ең бірінші біз мынандай бір график салып көрсетейік. Мынау бізде Q жылу мөлшері, мынау бізде Т градус Цельсий температура. Енді бастапқыда ол айтып жатыр минус 25 градуста тұр. Былайша айтқанда мұз болып тұр ғой. Енді мұзды біз не істейміз? Бірінші оны қыздырамыз. Қызғаннан кейін ол 0 градусқа дейін барады. Міне, А нүктесінен С нүктесіне барды. Бұл жер мұздың қызуы. Ал енді 0 градуста біз айттық мұз ерейді дедік. Значит, мынау СД аралық бізде мұздың еруі болады. Ал енді мұз еріп суға айналды, біз ары қарай суды қыздырамыз. Қайнау температурасына дейін. Бізде қайнау температурасы судыкі 100 градус Цельсий болады ғой. Значит, 100-ге дейін су қайнайды. Оны біз Е деп алайық. Е нүктесіне дейін қайнады. Қайнағаннан кейін ол буланады. Біз оны мына жерде F нүктесі деп алайық. Сонда EF аралығы бізде булану. Енді мына аралық бізде Q1, Q2, Q3, Q4. Есептейміз енді. Бізде
жалпы жылу мөлшері осы 4 жылу мөлшерінің қосындысына тең болады. Біз бастапқыда мұзды қыздырып жатырмық қой, сол себепті S мұз, M бізде масса, біздегі T азайтылған T1 болады. Қосамын. Q2. Q2-де бізде мұз еріді. Ол бізде лямбда M болады. Одан кейін су айналды. Су не істейді? Қайнау температурасына дейін ысиды. Яғни S су, M, T қайнау, азайтылған T2. Қосамын RM-ға. Міне, формуламыз осындай түрде болады. Енді жазамыз. S мұздікі бізде 2100, масса 2, T2 азайтылған T1 деп отқандарың, ол сендерде 25 болады. Қосамын. Лямбда M деп отқандарың, ол сендерге 34 көбейтілген оның 4 дәрежесі, масса 2 қосылған. S су 4200, массаларың 2-ге тең. Ал енді T қайнау азайтылған T2, ол сендерде 100 болады. Себеп 100-ден 0 азайтсаңдар 100 шығады. Қосамын. R деп отқандарың 2-де 3, оның 6 дәрежесі, бізде масса 2-ге тең болады. Енді есептейміз. 2100 2-ге көбейтем. Ол сендер 4200, 4200-ді 25-ге көбейтем. 105.000 болады. Оған қосам. 34-ті 2-ге көбейтетін болсаңдар 68, оны 4-ге көбейтетін болсаңдар, ол сендерде 680.000 болады. Қосамын. 4200-ді 2-ге көбейтетін болсаңдар, ол сендерде 8400 болады. 8400-ді 100-ге көбейтетін болсаңдар, ол сендерде 840.000 болады. Ал енді 2-де 3-ті 2-ге көбейтетін болсаңдар, ол сендерде 4,6 болады. Ал 4,6-ны оның 6 дәрежесіне былайша айтқанда миллионға көбейтетін болсаңдар, 4.600.000 болады. Енді есептейміз енді осыларды. 105.000-ға 680.000-ды қосам, одан шыққан санды 840.000-ға қосам, одан шыққан санды 4.600.000-ға қосамын. 6.225.000 джоуль болады. Немесе 6225 килоджоуль деп жазуымызға болады. Осымен есеп аяқталды.